Салеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі аттестацияда кездесетін сұрақтарды талдауымызды 3-ші бөлімін әрі қарай жалғастырамыз. Каналымда бұдан басқа да тест талдау жұмыстары салынады және педагогика бойынша сұрақтар салынады. Сұрақтарды талдау жұмыстары және ағылшын тілінен грамматикалық сабақтарды салынатын болады. Сондықтан подписаться батырмасын басып, лайк баса кетіңіздер. Бірінші сұраққа назар аударсақ, find the synonym to the words. Mission old-fashioned finding sure. Ескі сәнді миссияны, яғни бір экспедициялық жерді табу белгілі болды дейді. Expedition outdated location certain. Экспедицияның ескірген орны белгілі болды. Яғни екеуі де бір-біріне синоним сөздер. Next question. The European Organization for Nuclear Research is the most commonly known as CERN. The third question. Choose a countable noun. Яғни саналатын зат есімді таңдаңыз дейді. Family. Яғни бір жанұя, екі жанұя деп санай аламыз. The fourth question. I don't have bread. I will go болады. To the shop. Менде нан таусылыпты, мен дүкенге баруым қажет. Яғни табан астында қабылданатын шешім болып тұр. Сондықтан бұл жерде біз келер шақта тұр бұл. Сондықтан біз will go-ды таңдаймыз. Suffix for persons who does an active. Суффикс дегеніміз, яғни түбір сөзге жалғанатын жұрнақтар. Ал префикс дегеніміз ол түбір сөздің алдына қойылатын жұрнақтар. Енді бізде адамдарға қатысты суффикстерді табыңыз дейді. Мысалға, ist деген жұрнақ жалғайтын болсақ, мысалға dent, dentist, novel, novelist, psychology, psychologist. Мысалы, dent деген тістеу. Ал dentist, яғни ist жұрнағы жалғанып, бізде тіс дәрігер деген мағынаны білдіріп тұр. Novel, роман, пьеса, ал novelist романшы, яғни романды жазатын адамды айтамыз. Psychology, психология, psychologist, психологты айтамыз. Яғни түбір сөзге ist жұрнағы жалғанып, іс-әрекетті жасаушы, яғни адамдарға қатысты суффикстер жасалынды. Келесі сұрақ. There is nobody in the room. Is there дегеніміз дұрыс. Яғни бөлмеде ешкім болған жоқ. Is there дегеніміз солай ма деген мағынаны білдіреді. Бұл өте оңай сұрақтар болып табылады. Мысалға, there'ден кейін is болса, is there'дің алдына шығады. Немесе are болса, are there'дің алдына шығады. Яғни басында тұрған бастауыштан кейін қандай етістік келеді, to be етістігі немесе модаль етістіктері, сол модаль етістіктері жаңағы есімдіктің алдына шығады, зат есімнің алдына шығады яғни. Next question for a gerund. I enjoyed diving into the water. Ағылшын тілінде геронди бұл күрделі тақырыптардың бірі болып есептелінеді. Енді бір ғана кілт сөзді айта кетейін сіздерге. Мысалға, enjoy, stop, remember, deny, avoid, admit, mind, discuss, suggest, risk, image, fancy, mention. Осы сөздерден кейін етістікке ing жұрнағы жалғанады, яғни геронди болып келеді. Осы сөздерді жаттап алу керек. Осындай тесттердің кезінде герондиді табудың оңай бір жолы болып табылады. Осы сөздерді жаттап алуларыңызға кеңес беремін. Next question for complex subject. Complex subject is used in the sentence. Complex subject дегеніміз, яғни күрделі бастауыш деген мағынаны білдіреді. Бұның өзінің ережелері бар. Жасалу формуласы to be plus past participle. Past participle дегеніміз verb 3. Яғни етістіктің үшінші формасы. Егер дұрыс етістік болса, етістікке ide жұрнағы жалғанады. Plus infinitive. Infinitive, яғни to be, to go, to come, яғни to предлогымен бірге жасалынады. Келесі сұрақ. The information omitted in the text. Яғни текстте берілмеген, келтірілмеген информация. How there is icy surface was affected by climate change. Келесі сұрақ. A correct form of an appropriate verb. They are writing a report on the animal DNA sample right now, so they must have finished testing it. If the government creates more jobs, unemployment will decrease. Яғни сөйлемге қарасаңыздар,
If-тан кейін creates, яғни present simple'да тұр. Ал келесі бағыныңқы сөйлем unemployment will decrease, яғни will decrease бұл жерде future simple. Сондықтан first conditional болады. Next question, verbs fluid, both gerund and infinitive, with no or little difference. Яғни герундида, инфинитивте болатын етістік бұл жерде love. Next question, compound noun, яғни күрделі зат есім. Бұл жерде microwave, өйткені microды зат есім, wave дегенімізде зат есім. Яғни екі зат есімнің қосарлануы күрделі зат есім деп айтылады. Мысалы, sunglasses, sun дегенімізде зат есім, күн деген сөз, glasses, яғни шыны деген сөз. Sunglasses, яғни күннен қорғайтын көзілдірік. The next question, choose the correct definition, яғни дұрыс анықтамасын таңдаңыз дейді. A novelist is a writer fiction, яғни шытырман оқиғаны жазатын жазушы, бұл жерде novelist, яғни роман жазатын жазушыны айтамыз. Келесі сұрақ, one of the uses of present continuous, яғни present созылыңқы осы шақтың қолданылу түрінің бірі. Temporary situation. Complex subject is used in the sentence. He was made to pay the fine. Яғни мына формулаға қарап complex subjectті табамыз. Яғни to be етістігінің өткен шағы бұл жерде was, pp made етістіктің үшінші формасы. Келесі infinitive to pay болады. Яғни сөйлемде айыппұл деп тұрған штрафқа ол төлем жасаған. Next question, what does the phrase to be delighted mean? Admire somebody or something. Physical or mental disease that lets you continue doing something for a long time. Stamina. Choose the compound noun. Жаңа айтылды, күрделі зат есім. Cupboard, яғни екі зат есім бірігіп қосарланып келу, ол жерде compound noun, яғни күрделі зат есім деп аталады. Next question, reported speech, яғни төлеу сөзге айналған кездегі мағынасына қараймыз. Сонда біздегі дұрыс вариант Michael told his dad to wake him up early. Келесі сұрақ, opposites of the adjectives, яғни сын есімдердің қарама-қарсы түрлерін табу керек. Unhealthy, healthy, clean, dirty, near, far, easy, difficult, heavy, light. Келесі сұрақ, the definition of the word a person who wants to be as successful is ambitious. Next question, odd one word out, undress. An announcement man is a person who hasn't got much experience of the world. Correct order of adjectives. An old black motorcycling jacket. Яғни сын есімнің орналасу ережесіне қарасаңыздар, мына таблицада көрсетілген. Яғни бірінші size, age, shape, color, origin, material and purpose. Осы таблицаға қарап оңай табуға болады. Келесі сұрақ, zero conditional. Яғни present. Басыңқы сөйлемде, бағынқы сөйлемде present simple'да болады. Models of possibility, can, may, might, could, may. Осы модаль етістіктері мүмкіндікті білдіретін, ықтималдықты рұқсат беру мағынасында қолданылатын модаль етістіктер болып табылады. Достар, әріптестер, подписчиктер санын 500-ге жеткізсек, келесі сабақта осы тесттің жалғасын салатын боламын. Шілде айында болатын тестке дайындықты осы каналмен жүргізіңіздер және бір-бірлеріңізге, достарыңызға, әріптестеріңізге таратыңыздар.